Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді кешкі ас, яғни тауық еті мен қозықұйрықты қаймақты соуста дайындаймыз. Ең алдымен бізге керегі тауық еті немесе филесі, және де қозықұйрық немесе шампиньондар. Менде шампиньондар болды, сұйық май, пияз, дәміне қарай қара бұрыш пен тұз, және де қаймақтың 20% болуы міндетті. Сол кезде біздің соусымыз қою болып шығады. Ең алдымен бізді филемізді осылай ұзыннан турап шығамыз. Пияздарымызды дәл осылай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Шампиньондарды барынша ірілеу қылып тураңыздар, өйткені піскен кезде майдаланып көрінбей қалады. Енді қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, ең алдымен пиязымызды сарғайғанша қуырып аламыз. Осылай сарғайып шыққаннан соң тауық етін салып 5 минуттай қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз, және де қара бұрыш салсаңыздар да болады, бірақ ол міндетті емес. Кішкене жарты шай қасық қара бұрыш салып, тағы да араластырдым. Енді біздің шампиньондарды салып, 1-2 минуттай тағы да қуырамыз. Біздің қаймағымызды саламыз. Қаймақ барынша қою болса, соншалықты сіздердің соустарыңызда әдемі қоюланып шығады. Және де ең соңында қайнап тұрған кішкене ғана су құйып, бетін жауып, асты өте баяу отта 20 минуттай пісіріп аламыз. Ал гарнирге қалауларынша макарон, немесе күріш, кез келген өнімді ұсынсаңыздар болады. Мінеке достар, өте дәмді біздің кешкі асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.